75 жыл өтсе де, сұрапыл соғыстың тарихи көздері ашылып жатыр. Сталинград түбіндегі шайқаста қаншама отандастарымыз жер жастанып қалды. Ешбір жерде аттары аталмай, хабарсыз кеткен деп қана жазылып, жабулы қазанды ашпай отыр. 1943 жылдың күзінде Жанғазы Әкімұлы Молдағалиев взвод командир еді. Жастайынан жетім өскен, қайратты да қайсар қазақтың баласы 1941 жылдан соғысқа кірісіп, осындай шенге ие болған болатын. 120-шы гвардиялық полкының командирі подполковник Мазаный Молдағалиевқа бұйрық береді. Түнде Днепрден өтіп, оң жағалаудағы жау ошақтарын басып алуға. Жанғазы операцияны сәтті өткізіп, оң жағалаудағы Елизарова селосын азат етіп, 25 немістің офицерлер мен солдаттарын тұтқындаған. Екінші күні Чернопаровка селосын алуға бұйрық беріледі. Ол аумақта немістердің ең күшті бекінісі орналасқан, бірақ жастайынан аттың құлағында ойнаған күрескер, қайсар мінезді Жанғазы тәуекелге белім буып, бұйрықты орындауға кіріседі. Молдағалиев жасағы жақындағанда 167-де 2 биіктікте орналасқан жаудың атыс ошағы дзот аямай оқ жаудырады. Шалғымен шөп орғандай келе жатқан солдаттарды жайратып салады. Аман қалғандар жер жастанып жатыр. Басыңды көтерсең болды, пулемет оғы шауып өтеді. Жан жақта аңырсыған дауыстар. Граната лақтырайын деген 2 солдатты еңсесін көтертпей жау оғы қиып түсірді. Не істеу керек? Қарашаның қара суығы мен жердің сызы кеудені тесіп барады. Ендігі бір 25 минут жатсаң, тоңғаннан мәңгілік ұйқыға кетесің. Амал қанша? Жанғазы өзінің жатқан жері мен дзоттың ара қашықтығын көз мөлшермен есептеп, 45 метрде екен аңғарды. Басын бұрып бұйрық береді. Бірінші взвод, дзоттан 15 метр қашықтықта менің бұйрығыммен граната лақтырасыңдар. Екінші взвод, 20 метр қашықтықта граната лақтырасыңдар деді. Жанғазы денесін оқ қарудан жеңілдетіп, бір кезде атыңдар деп бұйырды. Бірнеше гранаталар 15-20 метр қашықтықта жарылып, қар мен шаң көтеріліп, желдің жылдамдығымен дзоттың бетін көмкөрді. Арада бірнеше секунд бар. Командир Молдағалиев бар күшімен дзотқа жүгірді. 40 метр, 30 метр, 25, 20, 15 метр қашықтық. 5-6 метр қалғанда пулеметші байқап қойып оқ жаудыртады. Бүкіл қайратын салған Жанғазының ішкі құрылысының бәрін жау оғы тессе де, өлі жүгірген батыр кеудесімен оқ ошағын жабады. Көңілге сыймайтын батырлық. Осындай кеудесін оққа төсеп, жауынгерлерін аман алып қалған қазақ жігіттері қаншама. Солардың бірі Сұлтан Баймағанбетов 2 дзотты гранатамен жарып, оғы біткен соң 3-ші дзотты кеудесімен жауып, 500-ден астам жауынгерлерді аман алып қалған. Тағы да бір көңілге сыймайтын ерлік, ол Александр Матросов ерлігі деп бүкіл газеттерге жар салып, радиодан айтып, батыр етіп көтерді емес пе? Бірақ ол батыр Матросов емес, ол Шахриян Мұхамедияров болатын. Неге алдады? Кімге керек болды екен? Бірақ уақыт шындықтың көзін ашты емес пе? Өкінішке орай 75 жыл өтсе де Ресей архивтері жабық. Бүкіл дүние сонда жатыр. Не сыр бар екен? Мәскеуді қорғаған панфиловшылардың да ерліктері ашылушы еді. Батыр қазақтың ұл қыздарының ерліктерін жарыққа шығаруға болар еді. Уақыт пен тарих әлі шындықты ашады. Бауыржан Сатыбалдыұлы Ешмағамбетов.